суроосу боюнча Сартай Кулаттын кийинин караштырып зерттөөгө чыккан расмimiz. Арасымызда енді Мурат Дүйсенұлы ағамыз. Булаев қаласының тұрғыны, зейнеткер Ибраев Мурат Дүйсенұлы. Осы аптаның басында Самат бауырымыз осылай хабарласып, сондай елде бір нағашы жұртым бар еді. Өзі қажы болған, со жаққа барсақ қалай деп. Жарайды, барсақ барайық деп қобалдық. Сосын есіме түсті, мынау Жеңіс ағамыз осы Восточныйда тұрған ошақты жақсы біледі деп өзі молла ерте шықтық. Содан ол Сартай қара зираты ертеде жай бертінде айтатын 9 қатын зираты деп, онда біздің 3 атамыз жатыр: Асан, Жұмабай, Құрманбай. Соның ұрпақтары міне Құрманбайдан тараған Ерсайын ағамыз сол жағымда, оң жағымда Жұмабайдан Біржанның інісі Нұрлан. Бұл Октябрьде тұрады. Біржан бауырымыз Астанада, Ерсайын ағамыз өмір бойы жүргізуші болып істеді, Булаев қаласында тұрады. Сол сөзін жерге тастамай бірге шыққанбыз, 3 атамыздың басын барып көріп, бізде негізі біз ол 3 атамызға біз шөбере боламыз. Бұрынғы әке аталарымыздан естіген бойынша болғамыз жоқ онда. Міне жылда барамыз деп жоспарлаған, сәті түспей жүрген. Соған міне Саматтың ұсынысы қабыл алып солай шыққан жайымыз бар. Міне соған жақындап қалдық, Таман селосына келіп тұрмыз. Енді арман қарай тағы көре жатамыз, қалай болатын. Кәрібаев Жеңіс, әкесінің атын біз жеке деп, аға деп жүреміз. Әкеңіздің атын айтсаңыз? Есмағамбет. Міне 20 жылдан артық Булаевта тұрады. Бір елдің сыйлы бір азаматы, молламыз біздің. Жұматайұлына рахмет, осындай бастама көтеріп, үйдің оңысы ағашынан, баланың оңысының ағашынан деп нағашы жұртын іздеп бар жатыр. Барып көріп, Құран оқып, ертеңгі күні басын көтеріп, тас белгі қоймақшы. Ондай әрине. Біздің ауылдық округінің әкімі Поляков Александр Юрьевич қарсы алады. Ары қарай жолды көрсетіп, біздің бізге серік болып жүратын. Басын көрсетті маған жерін. Мына Восточный селосынан шыққаннан кейін Сейфуллина дейді ғой селоны. Восточный совхозы кеңшар баяғы. Содан қанша жүрген білмеймін, Майбаққа шыққанда асфальт үстімен сол жақ қолға түсіп 1-2 шақырымдай жүрді. Егіннің арасындағы жол. Әлі күнге дейін ол жер жыртылмайды. Өйткені мына кісі де айтқан, міне баяғыда естіген. Осы жерде бір қасиет адамдар жерленген ғой. Баяғыда жыртқызып тастамақшы бұл бір басқармалар совхоздың. Жүріп тұрған трактор осы зираттың шетіне келгенде кірмейді дейді, сынып қалады дейді сөніп. Сондай естігенім бар. Енді маған әкем көрсеткенде ол зиратты 50 жыл уақыт өтіп кетті уже. 16 жасымда көрсеткен. Қазір мен 66-дамын уже. Құрметті аудан басшысы, қадірлі ақсақалдар, діни қажы нағашы бабамның жатқан жерін тауып бергеніңізден шын жүректен алғыс айтамын. Бұл біздің әулет үшін үлкен қуаныш. Еңбектеріңізге рахмет, баршаңызға амандық пен береке тілеймін.